Екі дос ертегісі. Бір күні екі дос орманда келе жатады. Екінші досы сырқаттанып, әзер жүріп келеді. Кенеттен алдарынан бір аю шыға келеді. Сол кезде біреуі талға өрмелеп жасырынып қалады да, ауырып тұрған досы талға мінуге шамасы келмей, жерде қалып қояды. Бір кезде өлген адам сияқты жерге етбетіммен жата қалсам, бәлкім құтылып кетермін, деген оймен сырқат жігіт жерге жата қалады. Ал аю келіп, оны иіскелей бастағанда, демін жұтып, бір сәт дем алмай қалды. Аю кеткен соң, талға өрмелеп кеткен досы төмен түсіп, досының қасына күліп келеді де: «Айтшы, аю сенің құлағыңа не деп сыбырлады?» дейді. Сонда досына қауіп-қатер төніп тұрғанда қашып кеткен адамдардан сақтану керектігін айтты, деп досы жауап беріпті.